Қазақ негізі аттан түскеннен кейін қазақи мінез кетті. Қасқыр мінез кетті, мынандай табиғаттан кеткеннен кейін. Сондықтан тіліміз тұғырынан түспесін десеңіздер, қазақ тілінде сөйлеңіздер. Иә? Қазақи дәстүрлі тамақтануды қолға алыңыздар. Қазақтың мынандай керемет табиғатында жүріңіздер. Балаларыңызды қазақи өніммен өсіріңіздер. Ол дегеніміз қандай өнім? Қымызымыз, шұбатымыз, жылқының еті, қойдың еті, сорпасы. Міне, дәнді дақылдары жетеді. Бидай, талқан. Міне, біз осымен тәрбиеленуіміз керек. Баланы осымен өсіруіміз керек. Сонда ғана бізде қасқыр мінез, қазақтың бұрынғы мінездері қайтадан орнына келеді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан әр қазақ менің жалғызым. Қазақтың дені сау, бай қуатты болу керек. Ал ол сау болу үшін ол салауатты өмір салтын ұстану керек. Салауатты өмір салты дегеніміз ол үйде отырып WhatsApp батыр болу емес, табиғатқа шығу. Әр кім өзінің кәсібінде қазақтың дәстүрлі, жалпы тілінің, дәстүрінің иіс аңқып тұру керек. Біз мысал үшін өмірлік қуат қазақ сауықтыру орталығы деп айтамыз. Біздің сауықтыру орталығымыз қазақ сауықтыру орталығы. Сонда әркімнің кәсібінде, бизнесінде, иә, қазақтың бір иіс аңқып тұру керек. Қазақтың тілі тұру керек о жерде. Өз басым магнумның қайда екенін білмейді екен. Өйткені біз ылғи, Аллаға шүкір, фермерлік өнім қолданамыз. Жылқының өнімін, қойдың өнімін, осындай нәрселерді біз қолданамыз. Сонда ғана адамның дені сау болады. Ол дұрыс ойлайды, дұрыс тұрып, дұрыс жүретін болады. Ал мынау тілді менсінбейтіндер, дәстүрімізді, дінімізді аяққа таптап жатқандар, бұлардың барлығы колбасамен. Колбаса дегеніміз шұжық. Шұжық дегеніміз қайдан келеді? Ол шошқа, бәленбай процент қалдығынан жасалған. Міне, тауықтың етімен өскендер. Гормональный. Көрдіңіздер ме? Осындай уды жеген адамдардан ой келеді. Ол маңайын улайтын болады. Сондықтан атқа мініңіздер. Табиғатта жүріңіздер. Иә? Қазақи дәстүрлі өнім қолданыңыздар. Сонда ғана біздің тіліміз, дініміз орнына келеді. Тәңірсіздер дейміз. Иә? Мынау тілді құрметтемейтін сатқындар барлығы өзіміздің арамыздан шығып жатыр. Ол қайдан келіп жатыр? Ол адам не жесе, соны береді. Шошқан жесеңіз, сіз шошқа боласыз. Қазіргі мынау бір жынысты дейді. Иә? Осының барлығы сол шошқаның өнімінен шыққан. Сондықтан ұрпағым өнсін десеңіздер, әуелі Алла бұйыртсын. Содан кейін өздеріңіз қолға алыңыздар. Қазақ тілінде сөйлеңіздер. Қазақи дәстүрлі өнім қолданыңыздар. Кім қазақша, жалпы отбасымен, әке-шешесімен, айналасымен қазақша сөйлесіп, қазақша энергия айналыспаса, онда ол не орыс емес, не неміс емес, не қазақ емес. Ортада қалған бірдеңе, мәңгүрт дейді оны. Сондықтан тілімізді, дінімізді, дәстүрімізді сақтайық, тарихымыздан үлгі алып, өсіп, өне берейік.